Семей көпсалалы колледжінің БД-21 тобы студенттерінің ұйымдастырылуымен жасалған тәуелсіздіктің 29 жылдығына орай біз біргеміз атты шағын видеороликті қабыл алыңыздар. Қиын-қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш бер. Әлемді жайлаған індет бұл бүкіл ел үшін төнген қауіп. Біз отанымыз үшін, болашағымыз үшін, өзіміз үшін бұл індетпен күресіміз керек. Біз біргеміз. Үйде болыңыз. Отбасымыздың, ата-анамыздың, ел-жұртымыздың амандығы үшін тәртіпке бағынып, үйде болайық достар. Біз біргеміз. Қазағым, қалың елім, қарашығым, рухты елім, ешкім жетпес дара шыңың. Келген менен бұл ауру біздің жайға, сабыр сақта, қорықпа елім, жұртым. Біз жеңеміз бұл дертті Алла бізбен, тек сабырлық сұрарым сізбен бізден. Текті елдің ұрпағы сізге сынақ, бабаларым аштықтың өзін жеңген. Еңсеңді еш түсірме қандас бауырым, қамданайық дертке қарсы қару қамын. Жақсы нәрсе ойласақ болары хақ, жұмылып жұдырықтай барша қауым. Коронавирус жолама, жасқа кәрі балаға, бір Аллам өзің сақтай көр, баршаны алып панаңа. Яғни біздің сіздерге айтқымыз келгені, қазір елімізде болып жатқан коронавирус індетіне байланысты осы індетпен күресу жолында сіздер тек қана үйде болыңыздар, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Біз біргеміз. Назарларыңызға рахмет. Бәрімізде біргеміз, әлі бізде алар асу көп, бәрімізде бірге.